Ассаламу алейкум. Манты дайындаймыз. Ең алдымен суымызға тұз, жұмыртқа салып, араластырып, ұнымызға құйып, енді жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыздың иі қанғанша илеуіміз керек. 5 минут шамамен. Енді қамырымыздың бетін жауып, тындырып қоямыз 20 минутқа. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған етке асқабақ, қырыққабат, жуа және де тұз бұршын салып, жақсылап қолымызбен езгілеп тұрып араластырамыз. Енді тынған қамырымызды бірнеше бөлшекке бөліп, қалған бөлшектерін салфанға салып қоямыз, себебі кеуіп кетуі мүмкін. Енді қамырымызды жүпшыққа етіп жайып, жақсылап ортасына салмасын салып, қалауыңша түйіп, мантыларыңыздың табаңызды майлап, енді 45 минут тавада пісіріп аламыз. Осымен мантымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.